Алла тағала қасиетті Құранда Алланың сендерге берген нығметін санайтын болсаңдар, санына жетпейсіңдер деген. Шынында Алланың адамзат баласына беріп жатқан нығметі сансыз. Оның бірі ұрпақ сүю. Босағасын алтыннан соқсаңдағы перзент сүймей адамның мейірімі қанбас деген шал ақын. Ұрпақ сүю үлкен нығмет. Дүниені көрікті ететін ол бала-шаға. Бала үшін еңбек етіп, әрекет қыласың. Олар үшін қуанасың, олар үшін қам жейсің. Сондықтан Алла ұрпақ нәсіп етіп берсе, оған шүкіршілік ету қажет. Әрбір адамның бала сүю арманы бар. Әр адам Алладан ұрпақ тілейді. Алайда қандай ұрпақ сұрау керек? Әрине, жаратушы иеден салиқалы ұрпақ сұрауымыз керек. Баласының салиқалы болу үшін әрбір әке атсалысу қажет. Яғни балаға жақсы тәрбие беруі тиіс. Ақиқатында балаға берілетін тәрбиенің ең бастысы ол имандылық. Әкенің баласы алдындағы ең алғашқы міндеті ол Алланы таныту, баланың шынайы мұсылман болып өсуіне жағдай жасау. Дініміз баланың жастайынан тәрбие алуына ерекше мән береді. Бұған Құран мен хадис дәлел болады. Ардақты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Әкенің баласы алдындағы міндеті Құран үйрету, жүзу, садақ ату және көркем мінезге баулу. Баланы қалай тәрбиелейміз? Тәрбиені неден бастау қажет? Балаға берілетін тәрбие жайында ғалымдар көп ғибрат айтқан. Соның кейбіріне қысқаша тоқталсақ. Ең біріншіден ол іс-әрекетімен көрсету. Яғни, әке баласына өзінің жақсы амалымен үлгі-өнеге көрсетуі тиіс. Мысалы, баласы әкесінің намаз, Құран оқығанын, садақа бергенін көру керек. Сонда бала әкесінің іс-әрекетін қайталайды. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны біледі деп бекер айтылмаған. Сондықтан әке өзінің ізгі амалымен баласына тәлім көрсетіп, тәрбие бере алады. Екіншіден, балаға насихат айту. Бұған Лұқман Хәкімнің ұлына айтылған өсиеті дәлел болады. Лұқман Хәкім баласы есейген кезде былай деп насихат айтады. Әй ұлым, Аллаға серік қоспа, өйткені серік қосу өте үлкен зұлымдық. Әй балам, намазды орында, жақсылыққа шақыр, әрі жамандықтан қайтар, және басыңа түскенде сабыр ет, адамдардан бетіңді менменси, қисайтып бұрма, әрі жер бетінде кербеңдеп жүрме. Ақиқатында Алла әрбір өр көкіректі әрі мақтанышты жақсы көрмейді. Әрі жүрісіңде орташа, бір қалыпты бол және даусыңды бәсеңдет. Өйткені дауыстардың ең жағымдысы есектің дауысы деген. Ұят болады, жаман болады, обал болады деген сөздерді сондай Құранда келген 25 пайғамбардың өмірінен қысқаша мәлімет беру қажет. Үшіншіден, балаға дұға жасау. Раббымыз мені және ұрпағымды намазды толық орындаушы ет. Раббымыз жұбайларымызды және ұрпақтарымызды көзіміздің қуанышы ете, әрі бізді тақуалардың алды ете көр деп тілеу қажет. Бала-шаға ол дүниенің көркі. Егер бала салиқалы, иманды болса, осы өмірдің көркі болады. Ал егер бала салиқалы болмаса, әрі Құдайдан қорықпаса, ол үлкен қасірет. Егін өнбесе, бір жылдық қайғы, балаң оңбаса, ғұмырлық қайғы деп қазақ бекер айтпаса керек. Алла балаларымызды салиқалы, Құдайдан қорқатын ұрпақ болуын нәсіп етсін.